Сәлем достар, сіздер Тілеуімбердин Ашнардың арнасындасыздар. Арнамда әртүрлі бағытта түсірімдер болғандықтан тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, алдағы жақсы туындыларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода дәл осы ранер және салфетканы тігіп шығатын боламыз. Бұл жерде матаңызды өзіңізге керекті ранердің ұзындығына байланысты аласыз. Мен тігетін ранердің жалпақтығы 33 см болады және ұзындығы 2-10. Екі түсті мата таңдайтын боламын. Екеуінде ұзындығын 2-10 см алатын боламын. Мына жерде мен 1 см-ден екі жағына тігіске есептеп 35 см-ді осылай қиып аламын. Енді екінші түстегі матамыздың өңін жоғары қаратып, соған бетпе-бет екінші матамызды жаямыз да, тура сонымен бірдей етіп қиып алатын боламыз. Мінекей, беттестіріп алдым. Тура осы бойынша қиып шығатын боламын, мінекей. Дәл осылай қиып, екі жақ шетін мына машинканың табанын жаңағы матамыздың шетіне қойып, түп түзу қып, екінші басына дейін түзу тігіспен тігіп шығатын боламыз. Мінекей, жақынырақ көрсетіп өтейін. Табанның мына оң жақ шетін тура матаның шетіне қойып тігесіздер, сол кезде түзу болады. Мінекей, тігіп өттік. Екінші жақ шетінде қазір тура солай тігіп шығамын. Екі жақ шетін тігіп болғаннан кейін жоғары қарай 15 см белгілеп аламыз. Тең ортасы 17-5. Енді екі нүктемізді қосып шығамыз. Сонда үш бұрышты тура осы сызып өткен сызықтың үстінен қазір тігіп шығатын боламыз. Мінекей, 15-15 және тең ортасы 17,5. 35-тің тең ортасы 17,5. Енді осы сызықтың үстінен тігіп шығатын боламыз. Мінекей, бірінші тігіп алып, бірақ қиятын боламыз. Міне. Дәл осылай сіздерде тігіп шығыңыздар. Енді артық жерін қиып тастайтын боламыз. Мінекей. Екінші жақ басында қиямыз. Кейін мына орта жағынан кішкене екі жерін кішкене жібін үзіп, мінекей, жоғарғы бетіндегі жібін суырып алып тастаймыз да. Осы жерден қазір ранерімізді аударатын боламыз. Мінекей, осы жерде сіздерге бір лайфхак айта кетейін. Бір жақ тігісін сыртына, екінші жағын ішіне қарай қайырып, бұрыштап ұстап тұрып, тартып алсаңыздар, әдемі түседі. Және қазір үстінен тігіс жүргізіп өткенде ол тегіс жататын болады. Міне, дәл осылай екінші бұрышында әдемілеп қазір айналдырып алатын боламыз. Мінекей, қараңыздар, дәл жаңағындай біреуін оңға қарай, екіншісін солға қарай қайырып аударып алатын боламыз. Мінекей, қазір үтікпен әдемілеп бір басып үтіктеп алатын боламыз. Міне. Пармен жақсылап, әдемілеп екі жағында үтіктеп аламыз. Мына жерінде жаңағы аударған жерін әдемілеп келтіріп, тегіс түсетіндей қылып үтіктеп қойып, қазір үстінен бір басып өткенде ол әдемі басылып кететін болады. Қазір енді екінші жағында әдемілеп үтіктеп алатын боламыз. Ранерімізді тек қана жаңа жылда емес, барлық мерекелерде пайдалану мақсатында екі жағын екі түрлі етіп жасадық. Мінекей, әдемі үтікпен басып алған ранерімізді шетін әдемілеп басып шығатын боламыз. Мінекей, табанын, сыртқы табанын шетіне келтіріп, түп түзу қып тігетін боламыз. Мінекей, осылай айландырып, бұрыштарына келгенде әдемілеп бұратын боламыз. Мінекей, жеткізбей тоқтайсыз. Және бұрыштарын әдемілеп шығарамыз. Мінекей, тағы да.
Міне сонымен айландырып тігіп алдық. Мына жерде жіптерін, артық жіптерін қиып тастайсыздар. Енді екі бұрышына осындай екі кисточканы орналастыратын боламыз. Кисточканың жібі осындай ұзын болса, екіге бүктеп, мына жерге қазір бекітіп тастайтын боламыз. Ол үшін бізге ине жіпті сабақтап алып, міне мына щеточканың басына ине жіппен мына ненің ұзындығын қайтарып тігіп отыратын боламыз. Мінекей асықпай көрсетейін. Міне осыны өзінікіндей қылдырып, білдіртпей, осы щеточкадан шығып тұрған жеріне екінші басына кеп қайтарып тігіп тастаймыз. Бұл кисточканы алынып салынатындай қылып орнатуымыз керек. Сол үшін осыны қысқартамыз. Және ол ұзын болып тұрса, ол әдемі болмайды. Бұл алынып салынатын болады, өйткені ранерді әр уақытта жуу кезінде бұны шешіп қою керек. Бұл кір машинада 1 сағат, жарты сағат айналғанда шашағы жүн шығып кетеді. Мінекей сонымен бекітіп алдық. Екіншісін тура солай қысқартып тігіп алатын боламыз. Мінекей енді мына бұрышты мынандай бізбен әдемілеп тесеміз. Отвертка бола ма, біз бола ма. Мінекей. Кейін шашқа қыстыратын невидимкаға щетканың басындағы жаңағы қайырып тігіп қойған жібімізден өткізіп шпилькамызды ар жақ басына алып шығуымыз керек болады. Мінекей, видеоға мұқият болыңыздар. Міне, енді шпильканы алып, міне бұлайнан өткізе саламыз. Әр адам өзі осы жерден ақырын ғана кішкене көтеріп, бұлай шешіп қоюына болады шашақтарды. Тура осылай екінші жағына да өткізетін боламыз. Міне жаңа шпилькамен қызыл жағынан өткізсек, тура екінші басында қызыл жағынан ақ жағына қарай өткізетін боламыз. Мінекей шпилькамызға кигіземіз, ар жақ басына өткіземіз және жаңағындай шашақты мына жіптің екі ортасынан өткізіп қоятын боламыз. Мінекей видеоға өте мұқият болыңыздар. Мінекей сонымен біздің ранер дайын болды. Дәл осылай тігесіздер. Ендігі кезек бізде салфеткалар. Бір салфетканы көрсететін боламын. Бізге ол үшін 46-да 46 деген тік төртбұрыш мата керек болады. Енді осылардың бойлап отырып 2 сантиметр белгілеп шығамыз бар жағынан. 2 сантиметр. Тура осы 2 сантиметрді қазір барлығын бірін-біріне қосып, әдемілеп сызық жүргізіп алатын боламыз. Ол сызықтан қорықпаңыздар, ол ішінде қалып кете береді. Бізге өзімізге оңайрақ болу үшін осылай сызып алатын боламыз. Мінекей 2 сантиметрден дайындап аламыз. Енді 6,5 сантиметрден тағы бір белгілеп шығатын боламыз. Мінекей тура видеодағыдай сызық сызып алыңыздар. Қайта-қайта тіге бермеу үшін осылай әдемілеп сызық сызып алсаңыздар, оның өздеріңізге ыңғайлы болады. Енді инемен жаңағы 2 сантиметрлікті мына жақ шетін тура сол сызықтың үстіне келтіретін боламыз. Сонда 1 сантиметр бүктеледі ғой ол. Мінекей бар жағын қазір барлық жерін 1 сантиметрден бүктеп шығатын боламыз. Инемен түйреп қоямыз, кейін үтіктейміз. Сонымен дайындап үтіктеп алған жерімізді бірақ рет тігіп өтетін боламыз. Ол үшін кішкене осылай жұмыс жасау керек болады. Салфеткаларыңыз әдемі ровно шықсын десеңіздер, осылай белгілеп қатты үтіктеп алсаңыздар, әдемі шығатыны сөзсіз. Инемен түйреп болсақ, енді үтіктеп алатын боламыз. Міне қатты қызып тұрған үтікпен барлығын бұрыштарын келтіріп үтіктеп аламыз. Достар, жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай
үтіктеп болсақ, қазір инелерін барлығын шешіп, енді осы қырлы шығып тұрған қырын екінші жаңағы 6,5 сантиметр етіп белгілеген сызығымыздың үстіне келтіріп, тағы да инемен түйреп шығатын боламыз. Мінекей, видеода көріп отырғандарыңыздай, дәл осылай инемен барлығын түйреп шығатын боламыз. Достар, осындай қазақ тілді арналарды, қазақ тілді контенттерді лайкпен, жаңағындай подписка, тіркелу арқылы қолдап отырыңыздар. Мінекей, солай 3-ші жағын және 4-ші жағын әдемілеп түйреп, тағы бір үтіктеп алатын боламыз. Мінекей, тағы да қатыстық үтікпен барлық жағын, 4 жағында әдемілеп үтіктеп аламыз да, инелерін шешіп, қазір бұрыштарын тігетін боламыз. Мінекей, былай өлшеп қарасаңыздар, 38-де 38 стандартқа сай. Енді 4 жағын әдемілеп тігу үшін біз ең алдымен бұрыштарын тігіп алуымыз керек болады. Ол үшін біз бұрыштарды былайынан белгілеп аламыз. Мінекей, 4 бұрышында осылай міне бұрыштарындағы тоғысқан жерін екі жағында белгілеп алатын боламыз. Мінекей, тең 4 бұрышты осындай майлықтар негізгі асал дәлдікті қажет етеді. Және де бұл майлықтар адамның қолында көп отырады. Және қонақта жай бос отырған адамдар барлығын қарап отырады. Сондықтан асал дәлдікпен, ұқыптылықпен тігуге тырысыңыздар. Мінекей, осылай белгілеп аламыз да. Міне, видеоға мұқият болыңыздар. Енді осы белгілеп алған жерлерімізді қазір әдемілеп қосып шығатын боламыз. Міне, осы бұрыштар симметрично бәрін қосып шығатын боламыз. Мінекей, дәл осылай 4 бұрышында белгілеп, мінекей, мына бұрышта, мына жердегі қиылысқан жері және мына қиылысқан жерінен 2 нүктені қосып шығамыз. 4 бұрышын да солай қосып шығатын боламыз. Мінекей, видеоға мұқият болыңыздар. Қалған бұрыштарында дәл осылай қосатын боламыз. Мінекей, қараңызшы, сыртындағы жаңағы үтікпен үтіктеп шыққан жердегі ең шеткі қиылысқан жерлерден нүкте қоятын боламыз. Мінекей, көрдіңіз бе? Осы 2 нүктені қазір қосып шығатын боламыз. Мінекей, осылай белгілеп аламыз да. Енді машинкеге салып бәрін тігіп шығатын боламыз. Мінекей, бұрыштарын келістіреміз. Және мына ар жақ, бер жақ нүкте бірін-біріне дәл келетіндей қылдырып, және машинкеге салғанда ең бұрышынан жеткізбей, мінекей, ең шетінен бастамайсыздар, жаңағы ең шеткі сызықпен үтікпен басып сызық келтірдік қой, 1 сантиметр, содан бастап тігесіздер. Және 2 жақ басын бекітіп тігіп отырасыздар. Мінекей, көрдіңіздер ме? Мына жерде 1 сантиметр болды ғой, сол жерден бастап тігетін боласыздар. 4 бұрышында дәл осылай тігіп аласыздар. Содан кейін барып барлығын қиятын боламыз. Мына жердегі жоғарыдағы 1 сантиметрді тікпейсіздер. Содан бері қарай тігетін боламыз. Міне, бекітіп отырамыз барлығын. Міне, енді бұрыштарын осылай қиып шығатын боламыз. Дәл осы бұрыштарды да қазір ішіне қарай қайырғанда өзінің тәртібі бар. Оған да мұқият болыңыздар. Бір жағына қарай томпиып қалмайтындай. Қазір бірінші жаңағы тігісті қақ жарып ашып, бұрышқа міне қақ жарып ашып, бұрышын
былайынан келтіріп барып аударамыз. Сол кезде міне дәл осылай өзі түсе қалу керек. Бұрыштары әдемі түседі және тігістерге ешқандай бөгеті болмайды. Дәл осылай 4 бұрышында ішке қарай қайырып шығамыз. Міне аударатын боламыз. Мінекей бұрыштарын келтірдік және былай қайырамыз. Дәл осылай 4 бұрышында қайырып шығамыз. Мінекей. Енді соңғы нүктесін қоятын уақытта келіп жетті. Енді мінекей өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай әдемілеп түзу сызықпен осыны қосып шығамыз. Достар, жұмысым ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, өз ұсыныстарыңызды, лебіздеріңізді комментарийға қалдыруға ұмытпаңыздар. Дастарханға көрік беретін, әдемілік беретін осындай майлықтарды тігіп бизнеске айналдырсаңыз да болады. Сонымен біздің жаңа жылдық майлықтар да дайын болды. Достар, сонымен жұмысым ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің әдемі видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеоларымда кездескенше.